Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін покупной слаймды, яғни осы магазинде сатылатын кәдімгі осындай слаймдарды, яғни үй жағдайында екі тәсілменен ертіп көретін боламыз. Осындай мен кәдімгі бұл слаймдар лизундар немесе прозрачный, өте прозрачный болады. Сондықтан барлық қызығады осындайларға. Бұл жалпы осындай кішкентайды мен өзін 240 теңгеге алған болатынмын. Қазақстандық теңгемен, және біз бүгін бұны екі тәсілмен яғни ертіп слайм айналдыратын боламыз. Біріншісі осындай кәдімгі зубной паста үйдегі Faberlic компаниясынан, және де екіншісі ол осындай лимон қышқылымен жасаймыз. Лимон қышқылы өте арзан тұрады, 35-40 теңге шамасында. Бетінде пенопласттар бар, кішкене вот пенопласттар бар екен. Мынада, ал мына сарыда пенопласт жоқ секілді. Вот, екеуі бар міне. Екеуі пенопласттар көрініп тұрған шығар. Осындай слаймдар. Қазір біз бұның барлығын екеуін ертетін боламыз. Мынаны мен зубной пастамен, ал мынаны лимон қышқылымен ертетін. Сарыны осы жерге алып қоямын, ал жасылды қазір сіздермен бірге ертетін боламын. Жасыл көріп тұрғандарыңыздай өте прозрачный, прям прозрачный, но бұны вообще қытырламайды, не көріп тұрсыздар. Өте қолға плотный, еще вообще созылмайды и вообще ешқандай ештеңе істемейді болды екен. Неге даже пенопласттары ұшып жатыр жан жаққа, қосқан пенопласттары. Неге осылай болып жатыр барлығы. Енді қазір барлығын біз осыған біріктіріп тіс пастасын қосам, және астында блескілер бар екен, олар қалып қойды. Блескілермен жасалған секілді осылай қалып қойды. И қазір мен осыған кәдімгі тіс пастасын қосатын боламын. Простой, кәдімгі көп қоспаймын, азғантай қосамын осынша. Пока что осы жетеді, кейін тағы қосатын боламын. Бірден көп қосудың қажеті жоқ. Осынша жетеді. Мінекей осындай жаман болып атқан слаймды мен осылай жақсы слаймға айналдырдым. Ол осылай қытырлайды, және бізді көршілердің иттері үріп жатыр, және ол үшін кешірім сұраймын. Қатты үріп жатыр, прям бір-біріне қосылып үріп жатыр. Жалпы слайм өте күшті болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте күшті қытырлайды, басындағыдай емес, және мен осы жерге тез жылдамдықты видеода қосқан болатынмын. Вот осылай күшті тартылады, күшті қытырлайды, және ең бастысы өте күшті. Жалпы осындай слаймдарды алып, ана қатып қалған түрін ойнағанша осылай істесеңіздер өте күшті болады. Бір жағынан слаймды бостан-босқа құрдан-құр лақтырмайсыздар, кішкене болсын ойнап олмен үлгересіздер. Бостан-босқа лақтыруға асықпаңыздар, если осындай слаймдар қатып қалса. Бұның көптеген түрлері бар, мен сіздерге бүгінде екі тәсілін ғана көрсетіп жатырмын. Егер осындай видеолар шыққанын қаласаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетеміз. Сол кезде новый видеолар шығаратын боламын. Керекті енді новый мына ыдысына салып көрейік. Ыдысына как-то осылай тұр, бірақ прозрачныйдан осындай мутныйға айналды. Мінекей осылай. Мінекей осындай слайм, лизун, слайм емес бұл. Осылай жаман қытырлайды, және де мүлдем тартылмайды, осылай болып қала береді қайта-қайта.
Вот. И осыған біз қазір лимонды кислотаны қосатын боламыз. Ашып алайық. Кесіп. Және көп қосудың қажеті жоқ. Азғантай қосамыз. Осынша қосамыз. Көрініп тұрмас сізге. Не осынша қосамын. Және де араластырамыз. Бірден еріп жатыр. Бірден сезілді. Қараңыздар, қатты қытырлайды. Және де созылады. И осылай қытырлайды. Егер бұдан да қатты жұмсақ болған қаласаңыздар, жаңағы менің күлге егер бірден осының барлығын қосатын болсаңыздар, онда сіздерге вообще сіздер оны ұстай алмай қалуы мүмкінсіздер. Себебі бұл еркеде прям су болып кетуі мүмкін. Сондықтан абайлаңыздар, азғандайдан қосыңыздар. Маған сізге қайсысына маған больше лимонный кислотамен жасалған, себебі бұл жерде прозрачностьін сақтауға болады, сақтап қалуға болады. Сондықтан маған больше ұсынады. Мінекей еще ыдысынан кішкене асып тұр. Немесе іште бұның пузырлар көп. Енді екеуін салыстырып көрейік. Мынау менде зубной пастамен істелген. Менде кәдімгі зубной паста, міне мынадай активный уход деген. Кішкене бұл жаман нашарлау, яғни көнелеу. Осы және де магазиннен сатып алынған кәдімгі лимон қышқылы мастер спецтің осындай 15 грамдық. Және мен осы жерден қорытынды жасағым келіп тұр. Қазір ашайық. Екеуінде мысалы мынау лимон қышқылынан жасалған, ерткен, ал мынау болса жаңағы біздің зубной пастадан. Қарайық. Тықырлайды, яғни клейковый етеді. Мынаны қарайық. Меніңше екеуінің де тықырлағаны бірдей. Және бұл жерде мен плюсты мынаны қойғым келіп тұр, себебі бұда прозрачностьін сақтап тұр, яғни прозрачный күйін сақтап тұр. Ал мынада прозрачный күйін сақтамаған, бірақ та өте әдемі көрінеді. Типа мятовый цвет, яғни жалбыз түстегі. Боясаңыздар вообще күшті болады, бірақ мен боям келіп тұрған жоқ. Енді тартылуын көрейік. Бірінші лимон қышқылын. Өте күшті тартылады, и плюс бұл прозрачный болып тартылады. Бұдан да қатты жұмсақ қылам десеңіздер, ол үшін кішкене тағы кішкентай лимон қышқылын қосасыздар. Және мынаны көрейік. Ой, мынау да тоже тартылады, және бұл да күшті болып қытырлайды. Сіздерге қайсысы ұнады, комментарияға жазып кетіңіздер. Әрине комментарий ашық болса, ашық қылуға тырысамын. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетеміз.